Видео тақырыбы балаларда қолдануға қауіпті топ 7 препарат. Ақпарат қызық болса, каналыма жазылыңыз. Бірінші, аспирин. Бұл ацетилсалицил қышқылы 15 жасқа дейінгі балаларда қолдануға тыйым салынған. Себебі аспирин бас миына және бауырға токсикалық әсер етіп, Рей синдромын тудырады және балада өлімге дейін алып келуі мүмкін. Екінші, лопирамид дәрісі. Лопирамид дәрісін негізі іш өту кезінде қолданады диареяда. Оның механизмі ішектің перистальтикасын төмендетеді. Ал іш өту негізінен ішектің инфекциясы кезінде немесе тамақтан улану кезінде іш өтеді. Организм бұл өзін-өзі сақтап қалуға қаратылған қорғаныш рефлекс, яғни сол токсиндерді ішектер перистальтикасын күшейту арқылы токсинді сыртқа шығаруға әрекет жасап, адамда диарея пайда болады. Ал сіз лопирамид дәрісін балаға бердіңіз және ішектің перистальтикасын төмендетіп тастадыңыз. Ал ішектің ішіндегі токсиндер, олар сыртқа шықпай қанға сіңеді. Лопирамид дәрісі ішек инфекциясы кезінде және улану кезінде тіпті үлкен адамдарға да қолдануға болмайды. Ал 6 жастан кіші балаларға мүлде тағайындалмайды. Лопирамид дәрісінің өзінің қолданатын показаниялары бар, оны тек врач тағайындайды. Келесі препарат немесулит немесе найс. Бұл таблетка түрінде және порошок түрінде шығарылады. Бұны балаларда қолдану бауырдың ауыр зақымдалуына алып келеді. Келесі нафтизин препараты. Бұл жергілікті қолдануға арналған мұрынға тамызатын тамыр тарылтқыш препарат. Бұны балаларда токсикалық әсер көрсетеді және үлкендерде де егер 5 күннен артық қолданса, онда тәуелділік тудырады. Яғни адам нафтизин препаратынсыз, каплясынсыз еркін дем ала алмай қалады. Сол үшін насморк кезінде көбінесе гипертониялық ерітінділерді пайдаланған жөн. Келесі препарат марганцовка. Кейбір адамдар баланы марганцовкамен шомылдырады немесе іш өту кезінде суға араластырып ішкізеді. Марганцовкамен баланы шомылдыруға да, оны ішкізуге де мүлде болмайды. Себебі ол балада отравление туындатады және шырышты қабаттардың күйігіне алып келеді. Келесі 7-ші препарат бұл тетрациклин. Тетрациклин 8 жасқа дейінгі балаларда қарсы көрсетілген. Ол баланың сүйектің өсуіне әсер етеді және сүйектің өсуін бұзады. Сонымен қатар тіс эмалінің түсін сары түске қайтымсыз өзгертеді. Келесі бұл спирт. Баланың денесін спиртпен сылау. Бұл баланың терісінің күйуіне және раздражение, аллергия беруіне әкеледі. Және спиртті теріге сүрткен кезде ол тері порлары арқылы қан айналымға түсу қаупі бар. Кейбір адамдар біз осындай дәрілермен өстік, бізде ешқандай зияны болмады деп ойлауы мүмкін. Бұл сізге зияны болмады дегені басқаларға да кері әсерін бермейді деген сөз емес. Себебі организмнің компенсаторлық механизмі бар. Организмға токсин түскен кезде оны бауыр және бүйрек арқылы жойып сыртқа шығаруға әрекет жасайды. Бірақ барлық жағдайда бұл жүзеге аса бермейді. Ақпарат пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз.